WhatsApp bot жасау үшін бірінші бізге WhatsApp бизнес керек. WhatsApp бизнеске басып аламыз. Басып алғаннан кейін барып WhatsApp бизнеске кіреміз. Кіргеннен кейін сіздерде осындай сообщение тұрады. Тура WhatsApp секілді. Содан кейін біз WhatsApp бизнесте чат-бот жасау үшін осы кіреміз де чатты деген жерде 3 батырманы басамыз. 3 батырманы басқаннан кейін настройка деген жер бар. Настройка деген жерді басып, осындай настройка отделі шығады, жалпы настройка блогы шығады. Настройка блогында біз настройка бизнес настройка деген батырманы басамыз. Бизнес настройканың ішінде привешенное сообщение деп тұрады. Привешенное сообщениені басып, ішіне кіреміз. Ішіне кіргеннен кейін бізде отправить привешенное сообщение дейді. Соны жасылға айналдырамыз да. Привешенное сообщение. Спасибо за обращение в сайт Ахмет. Чем мы можем вам помочь дейді. Осы жерде қаламсаптың үстін басып өзгертеміз. Мысалы не істейміз? Сәлем. Мен Саяттың ботымын. Или болмаса ботым деген система жүрмейді. Ботым демек қойыңыздар. Сәлем. Қалың қалай? Мен саған. Менің қандай көмегім келеді? Менен қандай көмек керек? Немесе қандай сұрақпен келдің? Қазіргі кезде менің қолым бос емес. Қолым бос емес. Сұрағыңды қоя бер. Жұмысымды аяқтаған бойда саған жауап беремін. Смайлик қойсаңыз да болады. Окей, сохранить. Бұл енді сіздерге жазған адамдарға бірден осы баратын болады. Бірден барады. Сосын астында быстрый ответ деген система бар. Быстрый ответ деген системаны басып, плюс батырманы басамыз да, мына жақта сообщение. Яғни айтқанда, өзіңіздің сообщениеңіз жалпы не айтқыңыз, мысалы, мына жақта біз бітсек болады. Курстың бағасы небәрі 12.000 теңге. Жазу үшін 874-965-63-66 Каспий номеріне аударыңыз дейміз да. Сосын сокращение деген бар. Бұл жақта енді бағасы деп жазып қоямыз. Бағасы. Ключевое слово енді адамдар қалай жазады, ол керек емес пока что. Бағасы деген ғана болады. Оны сохранить батырмасын басамыз. Сосын статистика деген жер бар. Жалпы бұның барлығын мен келесі видеода міндетті түрде көрсететін боламын. Профиль компанияны толтыруымыз керек. Оның бәрін басқа жерде көрсетемін. Мен сіздерге осы екен бүгінге мақсат қойған едім. Енді бүгінге жеттім. Енді не істейміз? Енді біз бұны тексеру үшін осы жерге қазір жіберетін адамды тауып алайын. Так, давайте мен мына жаққа мынаны қоя берейін. Осы жерге біз бағасы деп жазсақ,
осы жерге біз бүйтіп бағасы деп жазғанда бізде быстрый ответ тұрады. Мінекей, быстрый ответ. Осыны баса саламыз да жібере саламыз. Көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе? Осыны басып, міне бағасы деп тұр. Басамыз да жібере саламыз. Быстрый ответ сонда клиент көп сұрақ қояды ғой, сол сұрақты мысалы басамыз да сұрақты таба аламыз. Мысалы бағасы дейді. Көсін баса саламыз да клиентке жібере саламыз. 1000 клиент болса да, 2000 клиент болса да, осылай тез жіберуге мүмкіндік бар. Негізі келешекте WhatsApp бот қосу керек. Біздің жаңаға привешен сообщение ол WhatsApp бот емес. Просто не? Өйткені көп клиент жазғандықтан ол клиенттерге бір ақпарат беріп қою керек. Сұрақ қойып отыр, мен саған кейін жауап беремін. А то клиентке жауап бермей жататын болсаң, игнор жасап жатыр деп басқа сенің сопернигің кетіп қалады. Осындай қауіптен сақтану үшін осы WhatsApp-тың ішіндегі привешен сообщениені қолдану керек. Сіздермен болған мен Сайд Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет. Осы видеоға лайк басып, достарыңызға таратып, жалпы YouTube-тың дамуына көмектесіңіздер. Жақсы, аман болыңыздар.